Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансұлу Бақытжанқызы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жай ғана макаронның өзін қалай дәмді етіп жасауға болатын бірнеше құпияларды айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен макаронды құрғақ табада қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып алған соң оны бөлек ыдысқа түсіріп алып, табамызға сұйық май құямыз және тоңмай саламыз. Бұл тоңмайды қуырылатын барлық тамаққа қосып жіберсеңіздер болады. Тамағыңыз піскен кезде дәмі өте керемет болып шығады. Май қызған соң үстіне пияз салып қуырамыз. Екінші лайфхак, ол қуырылатын барлық тағамға пиязды көбірек қоссаңыздар дәмі өте керемет болып шығады. 2 минуттай қуырылған соң үстіне сәбіз, картоп, томат пастасы немесе қызанақты қосып жіберсеңіздер болады. Татымына қарай тұз қосып, үстіне су құйып бұқтырамыз. Су қайнап шыққан соң тағы да баяу отта 15-20 минуттай қайнатамыз. Осының дәмін көріп, кристалликиді қосып жіберсеңіздер болады. Бұл да бір мен қолданатын лайфхактың бір түрі. Қуырылған макарондарымызды салып, бетін жауып бұқтырып пісіреміз. Сонымен біздің дәмі өте керемет болып шығатын макарондарымыз дайын. Бетіне өз қалауларыңыз бойынша көк пияз, укроп салып, сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Менің рецептіме міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге, сіздердің отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Видео сіздерге пайдалы болып, ұнап жатса, комментарий қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жансұлу Бақытжанқызы. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.